Сәлем достар, Изи қазақша жобасының 7-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта эмоцияларды білдіру және көмек сұрау кезіндегі қазақша сөздер мен сөз тіркестерін үйренетін боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Эмоцияларды жеткізу және көмек сұрау кезінде жиі қолданылатын сөз тіркестері. Қандай тамаша! Мен қуанып тұрмын. Маған көмектесіңізші. Өтінемін, жедел жәрдем шақырыңызшы. Ендігі кезекті қазақ тіліндегі эмоцияларды білдіру және көмек сұрау кезіндегі лайфхактар топтамасына берсек. Бірінші лайфхак. Қандай сөзінен кейін сындық белгідегі сөздерді қолдану арқылы затты немесе болған оқиғаны таң қалу мақсатында сипаттауға болады. Мысалы, қандай тамаша, қандай әдемі. Екінші лайфхак. Етістікке эп көсемшесін жалғау арқылы қазіргі көңіл күйіңізді айта аласыз. Мысалы, мен қуанып тұрмын. Мен ашуланып тұрмын. Мен қобалжып тұрмын. Үшінші лайфхак. Егер біреуден сыпайы түрде көмек сұрағыңыз келсе, сөйлем соңына ш немесе ш жұрнағын қосыңыз. Мысалы, маған көмектесіңізші. Полицияға хабарласыңызшы. Төртінші лайфхак. Жағдайдың шұғыл екенін білдіру үшін сөйлемге өтінемін немесе тезірек сөздерін қосуға болады. Мысалы, өтінемін, тезірек жедел жәрдем шақырыңызшы. Тезірек дәрігер шақырыңызшы. Біз бүгін эмоцияларды білдіру кезінде және көмек көрсету кезінде айтылатын сөздер мен сөз тіркестерін үйрендік. Бүгінгі сабақты достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылып, пікір қалдырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.